14-ге 18,5 Ермаханның үйі. Электромонтаж жұмыстарын істеп бітірдім қазір. Есіктен кірген кезінде оң бетінде мына жерде шит болады. Сымдары осылайдан жүрген. Жалпы мына жерде шит 11, 2-де 2,5, 11 сым кетті. Ал мына 12-шісі мына жерде мастер включатель тұруы мүмкін. Осылайдан жүрген. Мынау сол жағындағы үшеуі. Бұл бір кондер залға, бір кондер анау бұрышқа кетеді, и оң жақтағы залға отдельно кетеді автоматпен. Ал мынау тұрған оң жақтан санағанда 4-шісі осы бөлменің коробкасы болады, и ең жоғарысындағысы мына холдың осы екі бөлмеге бір автомат болады. Одан кейін жоғарыда мына жерде спот болады. Одан кейін мына жерде люстра болуы мүмкін, кішігірім. Одан кейін мына жерде тағы да спот болады. Ол спот мына холдың осы бөлмелерге кетеді. Одан кейін ана ортада бір люстра тұрады. Ол люстраныңкі мына жерде қандай еді? Проходной включатель. Оның екіншісі анау беттің арғы бетінде тұрады. Проходной включатель. Оны мынау люстраны жағып өшіретін. Одан кейін сол жақтан бастағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-еуі. 5, 6, 7-ші сымы. Біреуі осы кухняға кетеді. Кухняға. Одан кейін екеуі бұлай өтеді. Мына бөлмедегі жаңа газ печка тұратын, и одан кейін үйдің артына кететін. Так, кухняда ана жерде не тұрады? Вентилятор. Оның включатель болады. Одан кейін мына жерде резетка. Мына жаққа да резетка болуы мүмкін деп шығарып қоя салдым. Одан кейін люстра. Одан кейін мына жерге жаңа спот бар нәрсе болады. И бұлайынан мына жерде холодильник. И холодильниктен шығып мына жерде резетка болады. Одан кейін коробкадан прямой келеді да. Мына жерде резетка болады. Екеулік или үшеулік. Одан шығып мына жерде газ вытяжканыкі. Мына жерде газ тұрады, мына жерде жаңа мойка тұрады. Одан кейін жаңағы ең жоғарысында 1, 2, 3, 4-еу кеткен астындағысы осы коробкаға жалғанып бұлайнан кетеді да, астындағысымен. Мына жерде резетка болады. Одан кейін мына шиттегі мына үшеуі бұлайнан кетеді. И ең астындағысы есіктің алдында коробкаға кетеді. Одан кейін жаңа айтқан мына үшеуі. Мына үшеуі. Так, бұлай барады да. Ана жерден санузелге өтеді. И одан кейін екеуі мынақтан прямой Ермаханның бөлмесіне өтеді. Екіншісі мынау спальняға өтеді. И соның ішінен келесі спальняға өтеді. Қазір көрсетемін. Мына жерде коробка тұрады. Коробкадан резетка и включатель тұрады. Спот тұру мүмкін деп тағы біреуін запас шығардық. И неде люстра болады. Одан шығады да. Мына жерде резетка болады. И оның келесі мына жерде диван тұратын болса, диванның басында резетка. И келесі мына бетінде резетка болады. Одан кейін мына жерде бра тұрады. Мына жерде бра болады. Оның включателі осы жерде тұрады. Мына жерде резетка болады. Одан кейін мына жерде
включатель тұрады біраныңкі. Розеткадан келесі розеткаға фаза 0 алынады. И осы жерден 0-ді алып біраға беріледі. И фазасында осы розеткадан алынады. Ол жерден глубокий подрозетник тұрып келтірем ғой. Ермаханның бөлмесінен шықтым. Мынау спальныйға кірем. Бұл спальныйде мына жерде коробка тұрады. Бір розетка, бір включатель и бір лампочканы кетеді. Одан кейін келесі бөлмеге былай барады. Мына жерде розетка болады, ары өттен бері өтке келеді. Жаңа кішкентай спальныйдан мына жерге келеді, коробка болады. И одан кейін жаңа келесі бөлмеге осы жерден розеткадан алам, келесі розетканы. Одан кейін мына жерде 3-ке 1,5. Біреуі неде жаңа спот болуы мүмкін. И одан кейін неде люстрама, лампочкама не болады. И осы коробкадан мына бөлменің мына ортасына розетка болады. И осы розеткадан келесі мына жерге розетка қоямын. Бұл жерде де диван болуы мүмкін. Соған мына былайынан тастап кеттім. Так. Мына жерде розетка, и одан кейін включатель тұрады. Мына жерде бра тұрады. И мына жақта да бра болады. Мына жақта розетка болады. Оныңкі де жаңағыдай. Фаза 0-ді келесі розеткаға берем. И осы жерден фаза 0-ді мына включательге келтірем ғой. Глубокий подрозетникпен. Қайтадан мына жерге келдім. Мына жерде бір розетка болады. И айнада болуы мүмкін. Оныңкін мына жерден жаңа неде ТВ зона болады ғой. Осы жерден аламын. И одан кейін мына жерде 3-ке 1,5. И одан кейін люстраға келеді. Одан кейін мына төбеден келген, мына былайынан келген. Мына 3-ке 1,5. Жаңа айттым ғой. Ана жерде проходной включатель тұрады. Оның мына жерінде прямой проходной включатель тұрады. Фаза 0 и осы ол мына жердегі люстраны жағып өшіретін. Одан кейін мына жерде коробкадан келеді. Ол 3-ке 1,5. И одан кейін де розетка болады. 3-ке 2,5. Мына жерде двойной включатель тұрады. Оның біреуі мынаны жағатын болса люстраны. Мына жақта да 3-ке 2,5 екен ғой. 3-ке 1,5. Так, бұл жерде де жаңағыдай не болатын болса, спот 2 болатын болса, может мынаның фазасынан алып алуы мүмкін. Одан кейін осы коробкадан мына жерде розетка болады. И одан кейін анау кеткен, ол ар жақтан жаңа шиттен прямой келеді. Мына жерде кондер болады. Так, кондер мына жерде болады. И одан кейін мына жерге тағы розетка содан ала саламын. Енді мынау үлкен залға келетін болсам, ар жақтан келеді, главныйдан. Оғанда жеке автоматпен келеді. И одан кейін мына жерде розетка и включатель двойной и одинарный включатель. Ол одинарный включатель мына жерде үлкен люстраға кетеді. 2-де 1,5-сымен. Одан кейін ортасындағы 3-ке 1,5. Неде коробка арқылы мына төбеде тұрған
двойной не болуы мүмкін. Спот или лента болуы мүмкін. Оныкі неде двойной включатель, неде люстраныкі біреулік и неде розетка. Так, одан кейін жаңа айттым ғой, мына жерден санузелге кірген. Санузелге осылайынан кірді. Мына жерде бір кірпіш жоғары үш жерден кірді, имнерде коробка болады. Так, ол коробкадан шығады. Мына жерде включатель двойной болуы мүмкін. Үшке бір жарым тастадым. Ол нерге бір люстрама не болады. Одан кейін алып төбеге де спотқа деп запас тастай салдым. Так, мына оң жақта екінші тұрғанда розетка. Одан кейін мына шетте тағы розетка. Так, коробкадан шығып прямой екіге бір жарым неде айна тұруы мүмкін. Мына жерде умывальник не дейді, қол жуатын. Соның төбесіне айна болуы мүмкін. Одан кейін мынақтан екіге, екі жарымға прямой неде стиральный. Осымен бітті. Одан кейін мына үйдің сыртына мына жерде коробка болады. Коробкадан мына жерге төртеу жібердім сым. Біреуін екіге екі жарым, қалған үшеуін екіге бір жарым. Фазаны осыдан алу мүмкін де. Оған мына төбеде бір лампочка болады. Одан кейін коробкадан шығып тапшаның үстіне тағы бір лампочка болады. Одан кейін коробкадан шығып мына стойкада екі бетінде болуы мүмкін. Одан кейін мына стойкада оның бәрі жалған нері коробкаға келеді. Оған жеке включатель тұрады. Так, одан кейін мына жерде бұлайнан бір не болады. Пушкин лампа дейді ғой. Оған да лампочка болады. Соның бәріне запас тастап кеттім.